Сәлем баршаңызға, ассалаумағалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді, тойымды, ерекше дайындалатын түскі астың немесе кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде рецепт сақтап алыңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаға суымызды, тұзымызды салып, жақсылап шаншықпен араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз да жақсылап қатылау қамырлейміз. Біздің қамырымыз кішкене қатылау болады, сондықтан оның иі қануы үшін жарты сағатқа демалдыруға қойып қоямыз. Мінекей осындай бізде қамыр шықты. Жаңа демалдырып қойып қоямыз жарты сағатқа, немесе 20 минутқа қойсаңыздар болады. Пиязымызды аздаған шемішкі май, яғни сұйық майда қуырып аламыз да, оның үстіне үккіштің ірі көзінен өткізілген сәбізімізді салып 5-10 минуттай қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін жаңа біздің қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды үш бөлікке бөлеміз. Теңдей әр бөлігін жұқа қылып жайып аламыз. Мен қамырды жайғанда оқтаудың көмегімен жаңағы осылай үстіне кішкене баса отырып, қолымды жүргізіп отырып илеп аламын. Сонда біздің қамырымыз біркелкі және де бір жері қалың, бір жері жұқа болмай өте керемет болып жайылады. Жұқа қылып жайып алғаннан кейін жаңағы біздің начинкамызды, салмамызды, сәбіз бен пиязымызды саламыз да жақсылап осылай рулет орама сияқты қылып орап аламыз. Ортасына қақ бөлеміз және де оны бірдей бөліктерге, осындай кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Қалған екі қамырымызды да осылай істейміз. Осындай бізде гүл тәрізді шығады. Енді бізде осындай тауықтың еті, яғни тауықтың аяғы және де тауықтың қанаттары. Осыны қуырып аламыз майға. Сіздерде тауықтың еті болса болады, қандай болса да бара береді жалпы. Сиырдың еті де болады. Жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Кішкене отыңызды астын жоғары шығарып қойыңыз. Қуырылғаннан кейін пиязымызды саламыз. Тағы да кішкене қуырамыз да, дәміне қарай бұрыш, қара бұрыш және де тұз саламыз. Және тағы да кішкене қуырып, қақпағын жауып қуырамыз. Және де томат пастасын салуыңызға болады. Өзіңіздің қалауыңызша салмауға да болады жалпы. Жаңа біздің қуырылғаннан кейін етіміздің үстіне жаңағы біздің орамамызды саламыз. Штрудель дейді ол, орысша айтқанда. Штрудельді салып, жақсылап кішкене үстіне кішкене ғана су құямыз, қайнаған су. Өте көп құймаңыздар. Қақпағын жауып, толық піскенше пісіріп аламыз. 20 минуттай піседі. 20-25 минутта біздің тамағымыз дайын болып қалады. Мінекей біздің тағамымыз дайын, өте дәмді, тойымды болып шықты. Мен ішіме өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мінекей үстіне қалауыңызша укроп немесе көк пияз салсаңыздар болады. Мінекей ешқандай да қамыры жабыспаған, осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.